Қымбатты оқушы, ендігі өтетін тақырыбымыз, сабағымыздың тақырыбы марғасқа жырау. Марғасқа жырау. Бұл сабақтың мақсаты да жыраулар поэзиясында бірақ өлеңіменен атағы қалған жыраудың шығармасының туралы мәлімет беру. Мінеки, марғасқа жыраудың туған, өлген жылдары белгісіз. Бірақ оның 1627 жылы еңсегей бойлы ер есім Ташкентті билеп тұрған, әбден жазықсыз елді еңіреткен озбыр билеуші ханы Тұрсынға айтқан толғауы ғана бізге жетіп отыр. Мінеки, сол кезде қол аяғын байлап матап, оны жазалардың алдында ұйықтап жатқан ханды оятып тұрып айтқан екен. Ей, қатағанның хан тұрсын, кім арамды ан тұрсын, жер тәңірсіп жатырсың, хан емессің, қасқырсың, қаралбасты басқырсың, еңсегей бойлы ер есім, есігіңе келіп тұр, шашқалы тұр қаныңды, алғалы тұр жаныңды деп тіл қатқан екен. Міне осы толғаудың өзінен ақ марғасқаның әрі батыр, өр, қайсар тұлғасын көруімізге болады екен. Қорыта келе айтарымыз, міне Махамбеттің Жәңгірге айтқан хан емессің, қасқырсың деп аталатын өлеңінің арғы жағы мінекей қай жырауды ерекше ұқсатқанын біз байқай алады екенбіз. Марғасқа жырау мінекей қатағанның хан Тұрсынына айтқан толғауы бізге жеткен толғаулардың ішіндегі ең бір отты өжет жырлардың бірі екендігін есіңе саламыз.